Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін осындай пирожныйларға, торттарға өте әдемі крем ретінде кететін Филадельфия деген сырға ұқсайтын сливочный сыр жасайтын боламыз. Үй жағдайында өте керемет, құрамы оңай, бірақ дүкенде бұл сливочный сырлар өте қымбат тұрады. Оны біз үйде арзан бағада, қолжетімді бағада өзімізге жасап алатын боламыз. Ол үшін бізге 400 грамм қаймақ керек болады және 1 литр айран. Осылай екеуін қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Және де араластырып болған соң 1 шай қасық тұз қосамыз. Бар болғаны осы 3 заттан біз өте қымбат тұратын сливочный сырды үйде жасап алатын боламыз. Пирожныйларға, торттарға өте керемет болып шығады екен. Өзім жасап көрдім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Осылай араластырып болған соң марлыны қабаттап соған құямыз. Бұл бізде суы, жаңағы сары суы сырқылады осылай қойған кезде. Осылай бетін жауып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Достар, сіздерге видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей осылай қойып қоямыз 3-4 сағатқа, сары суы ағады. Мінекей 3-4 сағатта осыншалықты сары су ағып шықты. Бұны төгіп тастаймыз. Енді бетіне ауыррақ зат қойып, осыны холодильникке 12 сағатқа қоямыз. Кешқұрым қойсаңыздар, таңертең дайын болады. Үстіне осындай бір жарты килограммдық зат қойып қойған дұрыс. Мінекей 12 сағат өтті бізде. Осыншалықты басылды. Сливочный сырымыз дайын болды. 400 граммдай болып шықты. Бұл сыр осы Филадельфия сырына өте қатты ұқсайды дәмі. Ал Филадельфия сыры ол өте дәмді, керемет және қымбат тұрады бағасы. Мінекей осындай қою масса пайда болды. Пирожныйларға, торттарға қант ұнтағын қосып крем ретінде өте керемет кетеді.